Kamaz ekende söйтсе, туй yo'qtilar, qo'raz ekende siz kamaz ekende. Jir. Ек qavat eldik. Kelat liftin içinde bozan qo'ygan. So'men liftin içinde bozan, baytor skoriga, baytor aman esen bozanganligi, сөйтсе zalan жылап атыр deydi, radionda жап. сөйтсе акушер жуатып атыр deydi. Сәте жыламаңыз, қайта сіз нормальный бозандыңыз ғой. Былтыр бір ай остановкада бозанып қойдым, бүткіл елдің көзін жесе, ой бұл ол да мен ғой деп айтты. Милиция мен молда көшеде кетіп баратқан ғой. Сөйтсе 20 шақты бала қан жасап төбелесіп жатса, милиция жүгіріп баратқан мыналарды қара деп. Сөйтсе молда айтады дейді, ажыратпа балам, тиіспе, өлсі менікі тірісі сенікі деп. Bir boksör bo'ldi, bir udarmen любойн талдыратын. Көшеде келатса өзі сияқты біреу келатыр дейді. Ол да бір удармен любойн талдырады екен. Сонымен екеуі ерегісіп қап төбелесіп бір-бірін бекеуде талқап, иістерін жеп жаңағы талпа кімдер деп айтты. Бля, жамандары бар, жібере берейін ба? Давай, сүйеп айтып. Bir bala gelген ғой, үйін балалар bir bala көшеге ойнап кетіп, сөйтсе үйіне келіп қалса, мамасы мен папасы терезеден қараса, періп жатқан ғой екеуі. Сөйтсе келіп тура спальник несін ашып қалса, екеуі жатыр дейді, түсіне түскен ғой. Сөйтсе, не істеп жатсыңдар десе, папасы айтады дейді, баламыз күресіп жатыр. Баласы айтады дейді, дұрыстап күресіңдер, біреу көрсе сексіп жатыр екен. Короче, bir bala deydi, әжесіне сұрап жатыр дейді да, әжесінікін көріп қойған ғой, жаңағы әжесінікін көріп қойып сөйтсе, әжесіне қарап, әже нау не десе, апасы айтады дейді, ой, балам ол ат тепкен тыртық қой, тыртық десе, айтады дейді, тура амыңнан тепті ғой дейді. Екі қалуы кетіп барып, пойыздың ішінде ше, пойыздың ішінде купеде бір бөлмеде екі қалуы кетіп барады, сөйтіп екеуі іштері пісіп кетті. Сонымен біреуісі айтады дейді, давай бір-бірімізге жұмбақ жасырайық, мен саған жұмбақ жасырамын, сен таппай қалсаң мен сені езгемін деп, сен маған жұмбақ жасырасың, мен таппай қалсам сен мені езгесің деп. Екеуі ақылдасып, таппай қалғанын көзін ізгеміз деп, сөйтсе жарайды деп біреу бастаған ғой, жұмбақ жасырайық деп ана дайындалып күтіп тұр дейді, айтады дейді, қанаты бар аспанда ұшып жүреді, шиқ-шиқ талдардың басына қонады, топ-топ болып жүреді аспанда, ол не десе, ит деп айтады дейді. Короче, қоян жүгіріп келеді, құлап түскен ғой жерге, жерден қол қаптау болған ғой, перчатка, сөйтіп сиырға әкеп берді, мынау сен бузгальтерің. 45 жастар бала келіпті аптекаға, тәте презерватив беріңіз деп. Ана беріс берсе, ана бала айланып кетті. Дәуін беріңіз кішкене. Айланып деп, ең дәуін беріңіз деп. Не істейсің оны десе, жаңағызға қотақ болып келіп береді. Елудегі 60-дағы 70-дегі үш кемпір әңгіме айтып отқан ғой. Елудегі айтады дейді, тіпай-тіпай көзім әлі жақсы көреді деп. 60-дағы айтады дейді, тіпай-тіпай құлағым әлі жақсы деп. 70-дегі айтады дейді, тіпай-тіпай әлі қызбын біреу зорлап кетемеді уайымдап жүреді. Короче, бір гей болған ғой, екі қол жоқ екен ана байқұстың қалуы үшін. Сонымен бір күн досын айтады дейді, дос екеуі тұрса, досына қарағанда гей айтады дейді, досым ренжімесең көтің қышып тұр, кішкене қашып жібер, сен қолың бар ғой, мен қолым жоқ деп. Жарайды деп дос қасып жатса, кішкене іш жағынғашы деп, кішкене деп қол кіріп барады дейді, кішкене деп, нәпа бірақ кетіп қалған ғой. Бірде темір ілінеді дейді, қолына алып шықса алтын сағат дейді, сөйтсе анау бұрылаған happy birthday to you. Bir bala kelatқан ғой, бір бала көшеде келатса, біреу айтқан ғой ана балаға ше, пацан десе ана бұрылаған. Я не пацан, я ребята деп. Екінші қой кетті де. Bir судья сұрап жатқан ғой сотталушыдан. Господин Махачелеви, как вы изнасиловали эту девушку десе, ана отырып, спасибо, хорошо деп айтады. Бір қоян дейді, тал
талдың басында отқан ғой. Аю жермен өтіп барады. Қоянға қарап, қоян не істеп отырсың айтшы десе, қоян айтады дейді, бір берсең айтамын деп. Ана мән беріп өтіп кетті аю. Екінші рет келе жатса әлі отыр дейді да қоян талдың басына. Қоян айта салшы, не істеп отырсың десе, анау айтады дейді, тағы бір берсең айтамын деп қоян. Аю үшінші рет келе жатса әлі отқан ғой қоян. Қоян, пожалуйста, айта салшы деп жалынып, не істеп отырсың десе, қоян айтады дейді, бересің қойнағы бір берсең айта салам дедім ғой, не істеп отқан деп. Жарайды, түс шал депті, аю бір берген ғой қоянға. Сөйтсе ал қояннан сұрап, не істеп отырсың айтшы десе, қоян айтады дейді, сол өткен кеткен сігі. Қыз бен жігіт отқан ғой, бір бөлмеде дейді да, техничен ешкім жоқ. Сөйтсе екеуі бір-біріне қарап отырса, жігіттен қыз сұраған, жаным не істеп отырсың десе, сен ойлап отқан нәрсені ойлап отырмын десе, ой, ұятсыз деп айтады. Короче, біреу қатып алған дейді да, тіреліп қатып алып, машина деп келе жатса, алдынан оны қатып алған, тіреліп алған гаишник тоқтатқан ғой. Кебап есікті ашып гаишник, тану нахуй, бір рөлге қаншадан бері бар? Ана водитель айтады дейді, не болды нахуй, бірден қоршап, біреуін келмейсіңдер ма? Бәрін қоршап. Иә, арыстан тұрсыйын жуып жайып қойған ғой, азанда тұрса жоқ дейді. Іздеп жүріп тышқанның інен тауып, оказывается тышқан аған екен, тышқанды алып өлтірейін деп жатыр. Ёпты твою мать, тұрсыйымда нең бар десе, тышқан айтады дейді. Аға кешіріңізші, ана кеше братишкам үйленген, соған палатка қылғанбыз. Арыстанның әйелі әдем болған ғой. Соны бәрі пергісі келеді екенше арыстанның әйелі. Сонымен бір күні қатты пергісі келеді екен, бәрі қызығады екен, әйелі сөйтіп арыстанды жаңалап деп мықтысың деп. Бүткіл аңдарды жинап айтады дейді. Ана биіктікті көрсеткен ғой, биік дейді да дата бол. Содан кім секіреді жерге? Соған әйелімді 2 күнге беремін деген ғой, пересіне де. Сөйтіп бәрі қуанып шығып кеткен дейді ананың төбесіне. Ешкім секірмейді дейді да, бірақ жарты сағаттан кейін бір точка келе жатыр дейді. Точка келе жатыр, пақ ете қалған ғой жерге, жабысқап. Аю екен, оказывается, бұрқ еді.